Сәлеметсіздер ме? Сіздер Қара жәшік арнасындасыздар. Бүгінгі шығарылымда Қазақстандағы ең өзекті және маңызды жаңалықтарды бірге шолып шығамыз. Бірінші жаңалық – Тоқаев және түркі интеграциясы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев түркпаға мүше елдерінің парламент төрағаларымен кездесу өткізді. Кездесу барысында ол түркі халықтары арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, ортақ тарихи және мәдени негізде интеграцияны күшейту қажет екенін айтты. Мемлекет басшысы түркпаның аймақтық ынтымақтастықтағы маңызды рөлін атап өтіп, Қазақстанның бұл ұйымды толығымен қолдайтынын жеткізді. Тоқаев келесі саммитті Түркістан қаласында өткізуді ұсынды және Түріктайм ұранымен өткен жылы 100-ден астам шара ұйымдастырылғанын еске салды. Президенттің айтуынша, бірегей түркі әліпбиінің бекітілуі тарихи оқиға. Сонымен қатар, түрк инвестициялық қорының құрылуы, тұрақты өкілдердің тағайындалуы және экономикалық саладағы өзара байланыстардың артуы ұйым жұмысының нақты нәтижесі. Алматыдағы нарколабораториялар Алматы қаласында маусым айында құқық қызметкерлері прокуратурамен бірлесіп арнайы операция өткізді. Нәтижесінде 2 жасырын наркозауыт анықталып, толық жойылды. Оқиға орнынан 15 келіден астам мефедрон, 650 литр химиялық прекурсорлар және синтезге арналған кәсіби жабдықтар тәркіленді. Бұл заттар ірі көлемдегі есірткі өндірісіне арналғаны анықталды. 3 қазақстандық азамат есірткі заттарын әзірлеп жатқан сәтінде ұсталды. Олар сот шешімімен қамауға алынды. Тергеу Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 297 бабы бойынша жүріп жатыр. Өзге мәліметтер тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды. Астанадағы жол апаты. Желіде тараған бейнежазбада қала ішінде жүрген қоғамдық автобус пен жеңіл көліктің соқтығысқаны көрінеді. Апат Астана қаласының Республика даңғылында болған. Полиция департаментінің мәліметінше, Toyota жүргізушісі оңға бұрылу кезінде қозғалысы ережелерін сақтамай, Iveco маркалы автобуспен соқтығысқан. Апат салдарынан 2 жолаушы жарақат алған. Дәрігерлік тексеруден кейін олар үйлеріне жіберілді. Қазіргі таңда жол көлік оқиғасына қатысты тексеріс жұмыстары өтіп жатыр. Қызылордада 2,8 миллиард теңгеге жуық тендерлер жойылды. Бюджет қаржысын үнемдеу мақсатында Қызылорда облысында 3 мемлекеттік конкурс тоқтатылды. Жалпы сомасы 2,8 миллиард теңге. Бір тендерде бұрын жөнделген көше қайтадан сметаға енгізілген. Екіншісінде нақты мекенжай мен жұмыс көлемі көрсетілмеген. Ал үшіншісінде қолданыстағы келісім шарт бар бола тұра қосымша көше тазалауға қаражат бөлінбек болған. Мемлекеттік органдардың тексерісінен кейін бұл олқылықтар анықталып, сатып алулардың күші жойылды. Осылайша бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуына жол берілмеді. Астанада болған қайғылы жол апатынан кейін 2 аяғынан айырылған 8 жастағы Алуа Бекеннің отбасы автопарк нөмір 1 өмір бойы көмектесуге уәде берді деп мәлімдеген. Алайда келесі күні компания бұл мәлімдемені ресми түрде теріске шығарды. Ресми жауапта мемлекеттік кәсіпорын ретінде заң жүзінде негізсіз ұзақ мерзімді кепілдемелер бере алмаймыз делінген. Қазіргі таңда тек заң аясында және тергеу нәтижесінде қарай көмек көрсетіледі. Алуаның туыстары Instagram парақшасында реніштерін білдіріп, басшылықтың уәдеден бас тартуын жоғарыдан қысыммен байланыстыруы мүмкін екенін жеткізді. Экономикалық өсім. Ұлттық экономика министрлігінің дерегінше, 2025 жылдың қаңтар-мамыр айларында Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 6%-ға өскен. Көлік саласы 23,1%, құрылыс 15,4%, өнеркәсіп 6,4% өсім көрсеткен. Бұл көрсеткіштер әсіресе өңірлік даму мен ірі инфрақұрылым жобаларымен байланысты. Ал тұрғын үй құрылысы 6 миллион шаршы метрден асты. Инвестициялар, сауда айналымы және телекоммуникация қызметтері де жоғары қарқынмен дамып жатыр. Энергетикадағы жаңа заң. Сенат энергетика саласына қатысты заң қабылдады. Жаңа нормаларға сәйкес, электр қуатын өндіру бойынша тарифтерге жыл сайын инфляция мен валюта бағамын ескеретін индексация енгізіледі. Бұл өзгерістер электр станцияларын салу және жаңғырту кезінде инвесторлар үшін қауіп-қатерді төмендетіп, тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған. Депутаттар бұл жобасы Қазақстандағы энергетикалық инвестициялық климатты жақсартуға ықпал етеді деп үміттеніп отыр. Бұл Қара жәшік арнасы болды.
Егер жаңалықтар сізге маңызды көрінсе, видеоны лайктап, пікірлеріңізді қалдырыңыз. Келесі шығарылымда жолығамыз. Сау болыңыздар.